Сәлем достар, бірінші гол кезекті шығарылымды назарларыңызға ұсынады. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Еламан Әмірғазы. Миллиондардың спорты саналатын футбол осы күні жыныс таңдамайды. Ерлермен қатар қыздар да бірнеше мыңдық стадионды толтыратын жанкүйер жинайтын болған. Осындай дәрежеге жеткен. Месси мен Роналду ғана емес, әйелдерден де Бразилияның Марта есімді ойыншысы да алтын допты 5 мәрте иеленген. Енді айта берсек, мұндай қызықтар өте көп. Біз бүгін алаңда ойынымен ғана емес, сұлулығымен де тамсандырып жүрген топ футболшы қыздар туралы әңгіме қозғамақпыз. Рейтингтің көш басын әлемдегі ең сексуальный футболшы қыз хорватиялық Ана Маркович бастап тұр. Ол алғаш футболдағы дебютын Швейцарияның Цюрих клубында жасады. Бұл команда сапында 2 рет Швейцария чемпионы атанды. Сондай-ақ ел кубогына қол жеткізді. 2019 жылдан бері осы елдің тағы бір командасы Грасshopper намысын қорғап жүр. Хорватия құрамасы сапында 2021 жылдың қараша айынан бері өнер көрсетеді. Әлбетте, Ана ерлердің назарын ерекше аудартатыны анық. Әлеуметтік желідегі оқырмандардың саны 3,3 миллионнан асқан. Жазылушыларының арасында Хорватияның ең атақты ойыншысы Лука Модрич те бар. Швейцариялық Алиша Леманның Instagram желісіндегі оқырмандар саны 16 миллионнан асқан. Бұл бірінші кезекте оның сұлулығының арқасы болса керек. Футболшы карьерасын Швейцарияның Young Boys клубынан бастаған. Кейін оны 2018 жылы Англияның West Ham клубы алып кетеді. Сөйтіп 2018-2021 жылдары команданың басты жұлдыздарының бірі болды. 2021 жылғы қаңтарда Эвертонға жалға беріледі. Ол жақта тәп-тәуір ойнады. Жарты жылдан соң Астон Вилла клубына ауысты. Әлі күнге дейін сол команда намысын қорғап жүр. Табиғи сұлулық пен футболдағы шеберлік Алишаны Еуропадағы ең танымал футболшылар қатарына қосты. Америкалық Алекс Морган The Best жүлдесінен кейін көпшіліктің көзінен түсті. Сол кезде ол ашық қызғылт киіммен барлығын таңғалдырған болатын. Футболшы қыз тек әдемі ғана емес, карьерасында да бағы жанған жан. 2012 жылы Алекс Морган алғаш рет ақш-та үздік футболшы номинациясын жеңіп алды. 2019 жылы күміс бутсыға қол жеткізді. Морган 200 матчта 121 гол соққан. ақш құрамасы сапында Алекс 2 рет әлем чемпионы және Олимпиада ойындарының жеңімпазы атанды. ақш футболшысы карьерасының ең бір шырқау кезінде Франция Лион клубында доп тепті. Сол кезде чемпиондар лигасын 3 мәрте ұтты. Бірақ 2020 жылы Морган Тоттенхэмге ауысты. Үнемі Англияда ойнағысы келген. Сол арманын жүзеге асырды. Ал қазір өз отанындағы Сан-Диего Уэйв клубының намысын қорғап жүр. Бұл тізімде Алесия Руссо да бар. Алесия Англияда туған, дегенмен бойында италиялықтың қаны бар. Атасы Сицилиядан Англияға 1950 жылы қоныс аударған. Айтпақшы, әкесі де футбол ойнаған. Англияның төменгі лигаларында өнер көрсеткен. Қызы футболдағы жетістік жағынан қазір әкесін басып озды деуге болады. Алесия Англия әйелдер құрамасының басты жұлдыздарының бірі. 2022 жылы құрамасына Еуропа чемпионатының алтынын алуға көмектесті. Сонымен қатар турнирдегі ең әдемі голды соқты. Айта кетейік, Руссо алаңда әмбебап ойынымен танымал. Жартылай қорғаныста шабуылда да ойнай береді. Чарлтон Атлетик клубының түлегі. Қазір Манчестер Юнайтед сапында доп тебеді. Пейдж Альмендарис бала кезінде Пейдж балетке қызығушылық танытып, бимен айналысқан. Дегенмен сұлу бойжеткен кейін мектепте футболға деген желаниясы ашылып, допқа ауысып кетеді. Алдымен жергілікті клубтарда ойнады. Сосын америкалықты Португалияның Брага командасы шақырады. Футболдан тыс кезде Пейдж модельдік бизнеспен де айналысқан екен. Әртүрлі жарнамалық роликтерге түседі, өзінің жеке брендтік киімі де бар. Сондай-ақ фотосессияларда бой көрсетіп жүр. 2018 жылы Альмендарис өз махаббатын тапты. Сүйіктісі де футболшы. Сол тұста Лондонның Арсеналында ойнаса, қазір Кристал Пэластың намысын қорғайтын қорғаушы. Есімі Роб Холдинг. Бұл жұп Америкадағы демалысында танысқан. Сондай-ақ Ксения Коваленко да бұл тізімде бар. Бұл тізімге ресейлік футболшыны қызда қосылды. Этникалық қазақ Аман Төлеев басқарған Кемер облысының тумасы Ксения Коваленко да көрген жанның көзін тойдыратын футболшы қыз. Спорттағы карьерасын Кузбасс клубынан бастаған. 14 жасында аса ауыр жарақат алып, футболды тастап кете жазды. Дегенмен бірнеше операция жасатып, футболға қайта оралды. Сөйтіп
Измайлова атты командаға ауысты. Сол жақтан Ресей әйелдер құрамасына шақырту алған. Ал 2014 жылы Россиянка командасының жейдесін киіп, арада 2 жыл өткенде чемпион атанады. Соңғы жылдары Мәскеудің ЦСКА клубында ойнап жүр. Ал 21 жылы Спартактың бұрынғы капитаны Денис Глушаковқа тұрмысқа шыққан. Қазір бір қыз тәрбиелеп отыр. Ресейдегі ең сексуальный футболшылардың бірі осылай сүйіктісін алыстан іздемей футболдан тапты. 2014 жылы Ксения ерлерге арналған PHM журналының тұжырымы бойынша жер бетінде топ 100 сексуальный футболшылардың тізіміне кірген. Чарли Эсткорт та бұл тізімде. Гард Бейлдің отандасы карьерасын 9 жасында бастаған. Сосын Бристол және Челси клубтарында ойнап үлгерді. Қазір Бирмингем клубының намысын қорғап жүр. Клубтық деңгейде аса қатты жетістігі жоқ енді. Бірақ ұлттық құрама сапында да әлемдік ареналарда бағындыра алмай қойды. Дегенмен Чарлидің жоғары білімі бар. Ол дене шынықтыру, биология және психология мамандығын оқытатын танымал Джон Мадейский атындағы академияны тәмамдаған. Карьерасын аяқтаған соңда футболшы жұмыссыз қалмасы анық. Бұл тізімге қазақстандық футболшыны да қосып отырмыз. Әйелдер құрамасының капитаны Юлия Мясникова шынымен сұңғақ бойлы, сұлу қыздардың бірі. Қарағанды қаласының тумасы Алма КТЖ биік Қазығұрт командаларында ойнаған. Қазақстанның 6 дүркін чемпионы. 2019 жылы Юлия Мәскеудің ЦСКА клубына ауысты. Осы уақыт аралығында Ресейдің 2 дүркін чемпион атанды. Бұл тізімде Джордин Уэйтема деген ойыншы бар. Канаданың әйелдер футболының жас жұлдызы Джордин Уэйтема да ерекше көзге түсетін қыздардың бірі. Ол Бавария клубының жұлдызы Альфонсо Дэвистің сүйіктісі болған. Бірақ қазір доминикандық Хулио Родригеспен кездеседі. Джорди ағасымен бірге 4 жасынан футболға қатысқан. ақш пен Канаданың футбол лигаларында өнер көрсетті. Сосын 19 жылы Францияның ПСЖ клубы 4 жылға келісім шарт жазды. Қазір қайтадан ақшта жүр. Ол 5 жыл Баварияның сол қапталдағы қорғаушысы Альфонсо Дэвиспен кездесті. Бірақ оның орнын көп жоқтата қоймады. Сосын доминикандық бейсбол шебері Хулио Родригесті жолықтырды. Агата Изабелла қазір Италия футболының басты секс-символы. Сонымен қатар елдегі ең әдемі спортшылардың бірі. Агата 20 жасына дейін баскетболмен айналысқан. Сосын отбасындағыларға еріп футбол таңдайды. Әкесі мен ағасы ала допты жақсы көреді. Футболшы ретінде Агата аса қатты жетістікке жете қоймады дей алмаймыз. Дегенмен әлеуметтік желіде купальникпен түскен суреттерін жариялау арқылы танымалдылыққа ие болған. Ол спорт басылымдарына берген сұхбатында мұндай суреттерін әйелдер футболына деген елдің қызығушылығын ояту үшін істейтінін айтқан. Біз бүгін сұлулығымен және алаңдағы ойынымен де танымал 10 әйел футболшыны назарларыңызға ұсындық. Видео ұнаса лайк басып, төменде коммент жазыңыздар. Еуро матчтарын біздің фондағы достарымызбен көру қызығырақ. Өйткені олар жалпы жүлде қоры 150 миллион теңге болатын түрлі акциялар ұйымдастырып жатыр. Демек, төменде бекітілген сілтеме арқылы өтіп, тіркелетін уақыт келді. Алғашқы тіркелген клиенттерді ұтыстан бөлек 200 мың теңге бонуста күтіп тұр. Алайда ұмытпаңыз, бұл баюдың немесе табыс табудың жолы емес. Бұл жай ғана көңіл көтеру.